Қалайсыңдар достар, бүгін Roblox ойынын ойнайтын боламыз. Бүгінгі видеода біз Укради Brainrot деген ойынды ойнайтын боламыз. Осы Roblox'та хит екен, енді осын ойнап көреміз. Мен түсінген бойынша осы жаққа өзіміздің Brainrot'тарымызға кеп, соның ақшасын алып, қымбатын өте береміз. Мынау еба достар, мынау есікті жауып қоятын екен. Так, бізге мынау стрелка неға апарып жатыр? Не істеу керек бізге? Мынау пиццаны сатып алу керек. Еба, мынаяқта біреу битамен бізбен ұрғысы келіп жатыр ғой. Так, пиццамызды апарып алайық десеңіз. Мынау ұрды ғой, по-любому. Так, достар, енді бұл секундына $1 әкеледі екен. Так, қараңыздар, уже $1 жинала береді. Бұдан қымбатын алуға бола ма? $85 зат келе ма? Или только осындай ма? Так, осындайлардан біз толтырып қойық. Басқа жоқ сияқты ғой. Так, осындайлардан бір яқта толтырып, ақшаны жинап, одан қымбатын алу керек қой. Бізде енді үшеу болды, тағы да бір-екеуі сатып алу керек. Кейін ақша келе беретін болады. Так, мынаяқта ақшаларды алатын боламыз. Кеше жазғанда көпсі Roblox ойнайын ба дегенде, я депті, енді Roblox'тан контент түсіретін болам. Қызықты болса, лайктарыңызды басып, подписация етпегендеріңіз подписация етіп қойыңыздар. Және де комментарияға қандай режимді ойнасам болады, жазып кетіңіздер. Еба достар, мына қараңдарсай, базасында дейтін, еба құлтау ашу ақша екен, донат тұрады екен. Так, бізде $114 бар. $114 зат жоқ, енді только осы пиццаны алып жүретін боламыз. Толық атын айту біртүрлі, енді пицца дей берейік, қысқартып, сол ыңғайлы болады. Мынаяқта не бар екен? Так, бізде мынандай слаб дейтін бір бәле түсініксіз заттар. Мынаяқта ше, анау магазин сияқты бізге ашылмай жатыр, ағылшынша бір бәле жазылып жатыр, түсінген жоқпын. Так, мынаяқта қараңдар, карусел бар екен, 49 донат тұрады екен. Егер достар подписация етіп қойсаңыздар, 49 Roblox'қа видеоның соңында осыны ашатын болам. Давайте подписация етіңіздер. Бір подписация етсеңіздер, болды, ашатын болам. Бір-ақ адам подписация ету керек. Так, все. Так, ал подписация етіп қойыңық. Базам ашылып кетті, базам жауып қойды. Бірақ $25 ешкім ұрламайтынша. Еба достар, қараңыздар, бізде уже $381 болды. Бізге нормальный зат алуға ақшамыз жететін шығар. Мынаяқта бірақ барлығы 1000-нан көп, қымбат. Мынау пілді алайық. Атын ұмытқаным, алтын екен өзі. Осын қойып қойық. Еба достар, ақшаны қырып беріп отыр. Оны қараңыздар, $12, $16, $20. Аналар қараңыздар, аналар жаймен $1 қосып атыр. Так, тады анау тұрғы мұны. Так. Яқта дейтін бір түрлі Brainrot'тарда атын да білмеймін. Кейбіреуін атын білемін, бірақ аналар новыйдан ба қараңдарса арыстанды. Бұндайды вообще көрмеген, TikTok'та вообще шықпапты. Так, мынандай осындай пілді тағы да алайық. Пілді жақсы, еще Wi-Fi-ім қатып атыр, менің яқта ойыным қатып қалып атыр. Так, бұны алдық, есікті жауып қойық, так, ұрлап кетпесін. Все, жауып қойдық. Бұяқта жәнде ұрлап кетуге болады деп айтқан, енді сөйтіп естідім. Енді біреуден ұрлап көрейік, әйтеуір өзіміздің ұрлап кетпесе болды. Қараңдарса ақша жиналып жатыр, бейт ала береміз. Уже бізде $525 болды. Мынау как раз $5 тұрады екен. Как раз мынау. Мынауымызды ұрлап кете ма дедім ол. Так, қараңдарса ақшаны, мыналардан көп беріп отыр ғой, даже уже $30 беріп қойды. Уже бізде 200-ден асып кетті, 300-ге жетті долларымыз. Так, бізге енді бір мықты зат алу керек, ақша жинап. Так, тағы $200 жинап, осындай $500 тұратын анау тышқанды аламыз ба, басқа зат алатын болым. Достар, $1200 жинап тастадым. Чисто ақша, анаяқта түскен ақшаларды алып тұрдым. Анау как раз, неғып алынбай жатыр. Так, сәл ақша келік, что-то $1200 деп қоям, бірақ алынбайды. Енді бар көрек бірде $1300. Давайте подписаться кетейік.
және колокольчикті басып отырайық, видеоны бірінші болып көру үшін. Мынау біздің затымызды ұрлап кетейін дедім ма? Так, все, алдық. Так, ақшаларды алайық. Все, қараңдар. Бізде уже базамызда әдем болып тұр. Уже дамып жатырық біз, достар. Пицца дейтін боттарды құрып тастау керек, құртуға бола ма, сондай істеу керек. Достар, қараңыздар, мынаяқта егес жоқ екен. Так, ұрлап кетуге болады ма, бірақ сеткасы тұрды. Қараңдар, Джоза не істеп отыр, қырылып жатырға. Так, көмектесіп жүрік. Короче, үшеуін ұрып тастан, енді өздері шешіп алсын, кімге керек. Ашық қалып кеткен ғой. Так, тез ұрлаймыз. Достар, егесі ма деймін, артындағысы. Ұрлап кеттік, атын білмеймін, короче, жаттап алу керек, аттарын бір түрлі аттар әтеу. $4000 тұрады ғой, ұрлап кеттік қой, достар. Чотан ба? Так, базамызды жауып қойық, бізденкінде ұрлап кетпесін, сол үшін базаларыңызға ие болып жүріңіздер. Чоза. Мынандай жоғын еді ғой? Достар, не бәлелер шығып кеткен. Короче, $6100 болды, және неқта перерождение дейтін бәле бар екен ғой. Мен оны енді біліп жүрмін ғой. Короче, ол үшін бізге Туң-Туң Сахур мен Трипотропа керек екен. Туң-Туң Сахур бізде бар, Трипотропа сатып алу керек. Так, достар, қарыңыздарса, неқта бізде 6100 жинап тастадық, неқта ақшаларды фармит етіп. Енді бір зат алу керек. Неқта только қымбат, шілей арзан бұл. Болмайды, бізге 6100-ге бір 5000-дық ба зат болса әдем болатын еді, или Трипотропа ма. Соны сатып алып, перерождение жасап, не болады екен, сол қызық болып жатыр. Сол перерождение жасап болып. Так, неқта. Базам ашық. Достар, неға біреу ұрлайын деп жатыр ғой, базамыз жауып қойып. Ұрлайын деп, достар, сәл қалды ұрлауыны. Сәл қарап отырмасақ, ұрлап кетейін деді ғой, жәнде анан ұрлап кеткенім, сол сияқты мен де ұрлайын деді. Короче, достар, әлі жүрші, қуамай жарым. Мені тез жауық. Все, мені кетіп қалды. Достар, жәнден бір 10 минут бойы сонымен қырылып жүрмін ғой. Зорға құтылдық анадан. Оған біз ананы құлап жүріп $13000 тауып алдық. Қараңдарса, қосылып қалған. Трипотропаның кереңдет, не алынбай жатыр. Үстінен бассам алынбай жатыр. Так, бізде енді бір нормальный брайнрот алу керек. Так, уж базамызда нормальный әдем болып қалды, қараңыздар. Сіздер болмағанда сәл кішкене заттар алып қойдым. Так, мыналардың ақшаларын алып, сәл сат жері салайық, бұл боттар керек емес, пицца $1 әкеледі секундына. Өйткені дейтін біз байып кеттік, 17000 бар уже бізде. Қазір 18000 болады, тез байып атырық. Міне шайник ба, короче, сон бізге керек, Та-Та Сахур дейді, сон алып алайық, $7500 тұрады екен. Жақсы, бізге керек. Қараңдар, Шаян поварды. Базамыз ашық қалып кетті, достар. Тағы да адам кіріп алдым. Екеуін қараңдарсай, достар. Екеуі бір-бірімен қырылып, мен базама кие баған ба. Так, енді итеріп тастайық, затымызды ұрлап кетіп қалмасын. Қараңдарсай, екеуі қырылып жатыр. Так, анау қайқа кетіп қалды, екіншісі дейтін жоғалып кетті ма, сондай бір бәле болды. Достар, не істесек болады, екіншісі де жүр екен ғой әлі. Осылар ше, қайға жоғалып кетті екеу. Так, короче, осымен көп уақытым осы жамандар мен базама келіп ұрлап кете берді. Енді сіздерге сәл дамып көрсететін болам. Әлі маған вообще покой беріп отқан жоқ. Екеу досымен кеп алып ұрлап жатыр. Енді сіздерге сәл байып кетіп көрсететін болам. Короче, достар, біз дейтін байып кеттік, қараңыздар, сіздерге айтқанымдай, мені байып сәл байығансын көрсетемден айтты дейтін аналармен қырылып шаршап кеттім. Қараңдарсай, базамдағы брайнроттарды. Үшеу қараңдар, аналармен төгілсіп отырып $72000 таптым. $1 деген мой. Так, енді бізге тағы да бір заттар керек. Қандай заттар алсақ болады? Бір нормальный 50 000-ға ма зат шықса ғой.
Так, базамыз жабылып, осы бәлелер жаман болчу, әлі тұр ғой. Базама келет, ашылғанда кіріп кетет. Сонымен қырыласың ғой, анау шыққанға дейін ше. Аудионы ұрлап кетет. Мынаны қарасай, базама кіргісі кеп тұр. До конца ұрып тастайық бұндайларды. Қараңдар, ай далаға ұшырып жүрген соң. Так, базамыз жауып, мыяқта ақшаларды алып отыра берейік кәшше. Кейін анау сәл базамызды жапқан соң уже новый брайнрод сатып алу керек. Ато дейтін мыяқта только андай 25 мыңдық сондай бізге қараңдар, уже балигіміз 130 мың доллар почти. Енді бізге 100 мыңнан көп тұратын тағы да бір бәле алу керек. Брайнрод, сонда тез дамитын боламыз. Так, кейін перерождение жасайтын боламыз. Сол перерождение жасасаң не болады екен? Қызық болып жатыр. Короче, достар, фармит етіп 210 мыңға дейін жеткізім долларымды. Енді қаз бір бәле шығатын шығар, енді әлі шықпады, жанден бер көріп жүрмін. Нормальный брайнрод шыққанда сіздерге түсірем деп. Еба. Қараңдар, достар, мынаны ала салайық. 25 мың тұрады екен, нормально. Бізге так 100 мың сондай шықса әдем болар еді. Бірақ 25 мыңда нормально, удалить ете салайық. Болды, уже бізге керек емес. Бұның орнына бір қымбат тұратын бір брайнрод. О, міне 27.500 дейді. Жақсы. Еба, базам ашық қалып кетті. Базам, еба, достар, енді құтылдым ба десем, бұлардан тағы да еп алды ғой. Қараңдарсам, сабау керек бұндайларды. Сабап ұрып тастау керек. Енді уақытым бәрі кететін болды. Короче, достар, әлі отырмын, мен қырылып, кетіп қалды, өзі кетіп қалды. Жанды бір ұрып отырмын, өзі де шашырып кетті ау. Короче, ешкімге зат ұрлатқызбадым, өзім базамнан до конца жүрдім. Енді сол үшін лайктарыңызды басып, подписаться етіп кетсеңіздер зор болатын еді. Күнде видео шығаратын емше. Жанды 1000 подписчикқа аз қалды, тез жеткізіп бастайық. Еба, достар, мынаны қараңдарсай. Мынаны бір ретте түрі бір түрлі деп отқан ем, енді менің базамда бар. 175 мыңға сатып алдым. Алғашқы келгенде осыны көріп мәз болып жүргенем, енді өзімде бар. Бұл да бір успех қой. Так, енді қараңдар, базамыз дейтін айналайын болып кетті. Қараңдар, жағдай ләлә деген осы. Енді қараңдар, бет бәрін ақшасын аламыз. Ақша деген киіп атыр. Так, енді базамызды жауып қойық. Так, 6 секунд, 5 секундынан сата салайық. Бұның орнына бір қымбат брайнрод алатын боламыз. Так, базамызды жауып қойық. Тағы да андай бәлелер, ұрлықшылар келсе, уақытымыздың бәрін алатын болады. Так, енді так. Неқта брайнродтар не істеп тұр? Осы ойыннан келгеннен бері ма, афк ма болып тұрға тұр? Ойыннан келгеннен бері ма? Қап-қара киімдегі. Так, енді брайнрод іздегенде бізге бір мықтырақ брайнрод келсе ғой, әлі вообще брайнрод келген жоқ ша, анау 175 мыңнан басқа. Әлі басқа бізде одан қымбат брайнродтар жоқ. 35 мың дейді, 35 мың доллар әдем. 20 мың емес, 35 мың зор ғой. Анаяқта тағы да келе жатыр, бізге орын босатып қою керек. Бізде бірақ орын, так, қайсыны удалить етсек болады. Так, удалить ете салайық, 15 мың доллар тұрады. Кетіп жүгір, Дима, жүгір. Так, сатып аламыз, все. Сатып алдық, достар, қараңыздар. Базам ашылып қалып кетті, ешкім кіріп кетпесін. Так, қараңыздар, бұл базам дейтін байып атыр ғой, қараңдар, битсем, 100 мыңдап кеп атыр ақша. Так, енді достар, бір қымбатқа тағы да бір заттар шықса ғой. Басында ақшан жоқ кезде қымбат заттарды көрінді, ақшан жетпеттері. Енді дейтін қымбат заттар вообще жоғалып кетті ма, не істеді? Короче, достар, жанден бері үстіп ақшаны алып атырым, вообще брайнрод жоқ. Только үстіп ақша алып атырым, ато дейтін іш пысып кетті. Және бізде 788, легендарий дейді о, шимпанзини, бананини. Так, ұрып отырайық, ешкім кеп алып кетпесін. Так, анау алып кетейін дедім ма десем, жоқ, нормально. Так, бізде хотя бы 50 мыңдық нормально олда. 100 мыңдық болғанда әдем болатын еді. Так, енді бізге, достар, қарыңыздар, ақшамызды миллионға аз қалды. Перерожденияға және миллион
доллар керек екен, оны мен білмей қалдым. Так, миллион сәл қалып. Есілчі жетпей жатсын, аларды сатып жіберетін боламыз. Так. Короче, достар, жанден бері ақша жинан, енді миллионға жетті почти. Мыналар сатып жіберек. Енді перерождение жасағанда мынау брайнроттарыңыз жоғалып кетеді, сол үшін сатып жібере салайық, хотя бы ақшасы қалатын шығар. Перерождение жасағанда комментарияға жазып кетіңіздерші, ақшасы қала ма перерождение жасағанда. Енді ақшасы қалады деп ойлаймын. Бізге енді трипатропа мен тун сахур керек. Кейін перерождение жасаймыз. 1 миллион қалтамызда бар. Міне тун сахур жүр. Алып аламыз, все алып алдық. Так, ешкім тиіспесін. Оны яқта қайттан тун сахур жүр ғой. Біздің тун сахурымыз ішке кірді ма? Жоқ, әлі келе жатыр, міне келе жатыр өзі. Енді трипатропа алайық, бізге сонымен перерождение жасайтын боламыз. Және қалтамызда 1 лям қала ма, осы 1 миллион или қалмай ма? Мен ойымша қалады ау, только брайнроттар еп қалады. Енді неқтан трипатропа көрейік. Ашейінде трипатропа қылырған жүретін еді. Оның қараңдар сай, осындай кезде қымбат заттар шығып қалады, 175 мың. Жанде шықса ғой, жанде дейтін, жанде дейтін вообще ақша бар кезінде шықпады. Так, міне трипатропа жүр, тиспен бар. Анау алайын деп қалды ғой, трипатропамда. Так, осы перерождение жасаймыз қазір. Ал осындай видеолар көп шықсын десеңіздер, лайк басып кетіңіздер, комментария жаз. Так, енді заттарды сата берейік. Так, мыналар қымбат заттар демей қойын, бірақ ақшасы келеді бізге 20 мың теңге. Так, мынаны да сатайық. Так, все, енді мынау сатылмай қалып кетіпті. Так, достар, сата салдық. Енді 1 миллион. Так, перерождение істейміз. Ебай, не болды, не қосылды, что там? Достар, бізде 5 мың теңге қалды ма? 5 мың доллар. Мен оны білгенде брайнроттар сатпайтын ем, мен ақшам қалады деп сатпай өзімше гений болам ба десем, болмай қалды. Мынаны қараңдар, енді трипатропа әшейін жүр. Қараңдар, 2 шықты подрядны. Жанде мен іздегенде зорға шыққан еді. Ничего, ала салайық 2 мыңға. Ал, достар, міне мынаны аламыз. Перерождениядан не қосылды бізде? Қан көрейік. Так, перерождениядан мынау секундты көтерген ба, қараңдарсай, секундты көтерген ғой, короче, негізі 60 секунд нет, сәл көтеріпті. Ал енді осымен видеоны да аяғына келді. Осындай видеолар көп шықсын десеңіздер, лайк, подписка етіп, қандай режимді ойнайын, комментарияға жазып кетіңіздер. Ал осы жалғасын шығар десеңіздер, 50 лайктан кейін шығаратын болам. Ал бәріңе давайте, жанде келесі видеода келесі перерождениені істейтін боламыз. Өте қызықты болайын деп тұр. Не қосылатын көретін боламыз, бірге ойнап. Ал давайте.